Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып сұйықтың тұтқырлық коэффициентін Стокс тәсілімен анықтау. Жалпы сұйықтың маңызды физикалық қасиеттерінің бірі тұтқырлық. Тұтқырлық бұл нақты сұйықтардың бір қабатының екінші қабатына қатысты орын ауыстыруына кедергі жасайтын қасиеті. Осындай тұтқыр сұйықтың ішінде баяу қозғалатын қатты кішкене шарға әсер ететін кедергі күшін анықтайтын заң бізде Стокс заңы деп аталады. Жалпы Стокс заңы негізінде байланыссыз грунттардың механикалық құрамы анықталады. Ендеше жұмыс барысына келетін болсақ, бізге керекті құрал-жабдықтар сұйық құйылған шыны ыдыс, кішкентай шарлар, металл шарлар, сызғыш және секундомер. Ең бірінші металл шарлардың диаметрін өлшеп алуымыз керек. Біз оны микрометр көмегімен өлшейміз. Содан барып біз шыны ыдысқа арнайы белгілер қоямыз. Шарды сұйыққа тастап, жоғары белгінің тұсынан өте бергеннен соң секундомерді қосамыз. Содан барып уақыт келе екінші белгіден өткен соң секундомерімізді тоқтатамыз. Содан дәл осылай екі металл шарымызды микрометр көмегімен диаметрлерін өлшеп, сұйық құйылған шыны ыдысқа шарды тастап, секундомермен өлшеп алып отырамыз. Содан барып алған нәтижелерімізді кестеге енгіземіз. Мұнда жалпы үш күш әсер етеді: ауырлық күші, кері итеруші күші және кедергі күші. Солардың формулаларын байланыстырып, біз тұтқырлық коэффициентін анықтайтын формуланы анықтап аламыз.